Қазақстанда алғаш рет ұлы австриялық композитор Антон Брукнердің 4-ші симфониясы орындалды. Германия мен Австрияда жиі орындалатын композицияны енді қазақстандық өнерсүйер қауымда тыңдай алады. Елордалық тыңдармандарды Антон Брукнердің 4-ші симфониясы тамсандырды. Қазақ ұлттық өнер университетінің орган залында тұсауы кесілген туындыны өнерсүйер қауым ұйып тыңдады. Жүректі сиқырлы сазға толтырған бұл шара 90 минутқа созылды. Сырлы симфония романтикалық деп аталады. Ал оркестрмен тілдескен дирижер арнайы Германиядан шақыртылыпты. Мен Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры Айман Мұсақожаеваның шақыртуымен келдім. Астана қаласында солистер академиясымен бірлесіп, бір сахнада өнер көрсеткеніме қуаныштымын. Дайындыққа біршама уақыт кетті. Маған Антон Брукнердің барлық шығармалары ұнайды. Себебі мен 20 жасымда осы композитордың 9-ші симфониясымен сахнаға алғаш рет шыққанмын. Сондықтан австриялық өнер иесінің әрбір туындысы мен үшін қымбат. Дулат Кеңес Қазақ ұлттық өнер университетінің 4-ші курс студенті. Валторна аспабын жетік меңгерген музыкант болашақта білімін Германия елінде жалғастыруды қалайды. Жас өнерпаз үрмелі аспаптың қыр-сырын үйрену үшін 7 жасынан бастап өнер мектебіне барады. Жезден жасалған музыкалық құрылғыны жан-жақты білуге 17 жыл уақытын жұмсапты. Әр жұмыстың өзінің нәтижесі бар, және осы біздің бір ай бойы жасаған жұмысымыздың нәтижесі бүгін сахнада толығынан орындалады деп ойлаймын. Өйткені жұмыс бізге кәдімгідей ләззат әкелді. Өйткені шет жақтан дирижерлар келіп жатыр, мықты мамандар келіп жатыр. Сезімге толы сырлы әуендер, флейта, габой, кларнет сынды аспаптардан шықты. Көрінісі ерекше, атауы өзгеше, валторна, фаготтаның үні астаналықтардың да жүрегіне жол тартты. Композитор ең алғашқы туындысын 40 жасында жазған, сондықтан болар музыкант кеш танылды. Дегенмен бүгінде сахнаға енді ғана аяқ басқан дирижерлар Брукнердің туындысын орындауды жөн көреді екен. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.